Сәлем. Бүгін мен сіздерге 8 жапырақты құрақтың тігілу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші маған керек осы 3 түрлі бұл. 3 түрлі бұл алдым. Көгілдір, ақ свет, қоңыр светтің. Ең осы 12-12 ұзындығы мен ені. Ең алдымен осы ақ түсінді тура ортасынан алып, осы біріншісін бірін қойып аламын. Маған тіркеліп алыңыздар, алды тала қызды видео салатын боламын. Осы бұлымды тура ортасынан қойып ап, сызғышпен тура ортасын 3 бұрыш қып сызып алатын боламын. Оны сызып ап, қиып аламын, 3 бұрыш болып шығады. Ұзындығы менің ені 12-12 см. Қиып алдым. Дәл ортасын тауып осылай қиып аламыз. Осы 8 жапырақты құрақтың алдына құраған тағы да салғам сіздерге. Мен каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Күлгін светті де ортасынан қойып, тура орта үшбұрышынан сызып аламын. Оны да қайшымен қиып алатын боламыз, барлығын қиып шығамыз. Осылай үшбұрыштап.